өзінен 10 есе үлкен қоянды өлтіретін, бір күнде 20-дан астам тышқанды қырып салатын, қардың астында көзге көрінбей жүгіріп, іннің ішіне кіріп, бүкіл жануарды жайратып шығатын жыртқыш бар екенін білесіз бе? Көпшілік оны сүп-сүйкімді кішкентай ғана аң деп ойлайды, бірақ шын мәнінде бұл табиғаттағы ең қатыгез, ең батыл және ең қорқынышты аңшылардың бірі. Ол қасқырдан қорықпайды, түлкіден қашпайды, тіпті бүркіттен де айласын асырып кететін кездері болады. Бұл жануардың денесі соншалықты жіңішке, ол тышқанның ініне еркін кіріп кетеді, ал ішіне кірген соң тірі жанды қалдырмайды. Бүгін біз табиғаттың ең кішкентай, бірақ ең қанқұйлы жыртқышы аққыс туралы бұрын еш жерде айтылмаған қызықты деректерді бірге білетін боламыз. Соңына дейін міндетті түрде көріңіз, өйткені соңында бұл кішкентай аңның өзінен бірнеше есе үлкен қоянды қалай жеңетіні және неге ғалымдардың оны өлтіру машинасы деп атайтынын білесіздер. Армысыздар табиғаттың ең қызықты әрі таңғажайып құпияларын бірге зерттейтін жануарлар шындығы арнасының қымбатты көрермендері. Егер осындай ерекше жануарлар туралы деректі фильмдерді жақсы көрсеңіздер, дәл қазір арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыздар. Бұл біздің арнаның дамуына үлкен қолдау болады. Ал енді бастайық. Аққыс сусарлар тұқымдасына жататын жыртқыш сүтқоректі. Оны орысша атауы ласка деп атайды. Бұл жер бетінде ең кішкентай жыртқыш аң. Ересек аққыстың денесінің ұзындығы небәрі 11-26 сантиметр ғана болады. Салмағы көбіне 30 граммнан 250 граммға дейін жетеді. Яғни кейбір аққыстың салмағы бір стакан шайдан да жеңіл болады. Бірақ оның денесіне қарап алдануға болмайды. Табиғат оған ерекше қару сыйлаған. Ұзын әрі өте икемді денесі тышқанның, суырдың, егеуқұйрықтың және басқа да кеміргіштердің тар індеріне еш қиындықсыз кіруге мүмкіндік береді. Көптеген жыртқыштар іннің аузына дейін ғана жетсе, аққыс іннің соңына дейін бара алады. Сол себепті көптеген кеміргіштер үшін оның келуі өліммен тең. Аққыс әлемдегі ең көп таралған жыртқыштардың бірі. Оны Европада, Азияда, Солтүстік Америкада және Африканың кейбір бөліктерінде кездестіруге болады. Қазақстанда да өте жиі кездеседі. Әсіресе Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Алматы, Ақмола, Қарағанды өңірлерінде де мекендейді. Ол орман ішінде де, далада да, таулы аймақтарда да, өзен жағасында да, тіпті адамдар тұратын ауылдардың маңында да өмір сүре береді. Неге? Өйткені ауыл маңында тышқан өте көп болады. Ал аққыс үшін бұл дайын дастархан. Қыс кезінде ол көбіне қоралардың астына кіріп алады. Себебі ол жерде тышқандар қыстайды. Сондықтан ауыл адамдары кейде аққысты байқамай қалады. Ал ол сол уақытта бүкіл кеміргіштерді аулап жүреді. Аққыстың денесі ерекше жаратылған. Оның омыртқасы өте икемді, басы кішкентай, мойны ұзын, аяқтары қысқа, ал денесі өте жіңішке. Сондықтан ол диаметрі бірнеше сантиметр ғана болатын індерге оңай кіріп кетеді. Бұл қасиет оны табиғаттағы ең қауіпті аңшылардың біріне айналдырады. Тағы бір ерекше қасиеті оның реакциясы. Аққыс секундына бірнеше рет бағытын өзгерте алады. Ол найзағайдай жылдам қозғалады. Секіріп бара жатып бағытын өзгертіп, қарсыласының арқасына мініп кетуі мүмкін. Ғалымдар оның қозғалысы тірі серіппе деп сипаттайды. Өйткені ол бір орында ешқашан тұрмайды, үнемі қозғалыста болады, тіпті күніне 10-даған шақырым жерді жүгіріп өтеді. Ақкістер өздері ін қазбайды. Көп жағдайда олар тышқан, егеуқұйрық, көлтышқан сияқты кеміргіштердің бос қалған індерін басып алып, сол жерде өмір сүреді. Қорегін қор ретінде жинайды. Аққыс кейде өзіне қажет мөлшерден көп аң аулап, өлтірген олжасын кейін жеу үшін ініне тасып қояды.
Орта ғасырларда адамдар аққысты үй жануары ретінде ұстаған. Европа мен ежелгі Римде оларды мысықтың орнына үйлеріне жіберіп, тышқандар мен егеу құйрықтарды аулау үшін пайдаланған. Ол дыбысты өте сирек шығарады. Аққыстер көбіне үнсіз жүреді, бірақ қауіп төнгенде немесе көбею кезеңінде ысқырып, шиқылдап, бір-бірімен жоғары жиілікті дыбыстар арқылы байланысады. Жалғыз өмір сүргенді ұнатады. Аққыстер топ болып өмір сүрмейді. Әрқайсысының өз аумағы болады. Оны басқа аққыстерден қорғайды. Негізгі жаулары өте көп. Оларға қарсы түлкі, сілеусін, жапалақ, бүркіт, қаршыға және басқа да ірі жыртқыш құстар қауіп төндіреді. Адамға пайдасы зор. Бір ғана аққыс бір жылда мыңдаған тышқан мен басқа кеміргіштерді жойып, егістік пен қоймаларды зиянкестерден қорғайды. Өмір сүру ұзақтығы табиғатта көпшілігі 1-2 жыл ғана өмір сүреді, ал өте қолайлы жағдайда 5 жылға дейін жасай алады. Қазіргі таңда жойылып кету қаупі жоқ. Аққыс көптеген аймақтарда кең таралған және саны тұрақты болып саналады. Аққыстың денесі кішкентай болғанымен тәбеті өте үлкен. Ғалымдардың айтуынша оның ағзасы өте жылдам жұмыс істейді. Сондықтан ол күні бойы тоқтамай аң аулауға мәжбүр болады. Егер бірнеше күн тамақ таппаса, аштықтан өзі де өліп кетуі мүмкін. Бірақ ең таңғаларлығы, ол тек қарны ашқанда ғана өлтірмейді. Кейде аққыс аңшылық қызып кеткенде алдынан шыққан барлық жемтікті қатарынан қырып салады. Мысалы, тауық қорасына кіріп кетсе, бір ғана түннің ішінде бірнеше тауықты немесе балапанды өлтіріп шығуы мүмкін. Ол біреуін ғана жемейді. Алдымен бәрін өлтіреді, содан кейін ғана біреуін жеп, қалғанын кейінге тығып кетеді. Бұл қасиетті ғалымдар артық аңшылық инстинкті деп атайды. Аққыс табиғаттағы ең қатыгез аңшылардың бірі болып саналады. Негізгі қорегі сол тышқандар, егеу құйрықтар, суырдың күшіктері, қоянның көжектері, құстар, кесірткелер, жәндіктер. Қыс мезгілінде ол қардың астымен жүгіріп, тышқандардың жолын дәл таба алады. Қардың үстінен ештеңе байқалмайды, бірақ астында өмір қайнап жатады. Аққыс дәл сол жасырын жолдарға кіріп, аңшылық жасайды. Кейде қоянды да ұстайды. Өзі қояннан бірнеше есе кішкентай болса да, оның мойнын дәл тістеп өлтіреді. Аққыс күшіне емес, жылдамдығына сенеді. Ол ешқашан ашық жерде ұзақ қуаламайды. Алдымен бірнеше минут үнсіз бақылап жатады. Сосын найзағайдай атылып шығып, бірден қарсыласының мойнына жармасады. Тістері өте өткір. Ол жемтігінің мойнын немесе желкесін тістеп, жүйкесін зақымдайды. Содан кейін ғана тынышталып, жемтігін сүйреп әкетеді. Аққыс өте табанды. Егер бір інге кірген тышқан қашып кетсе, ол бірнеше сағат бойы сол іннің жанында күтіп отыра береді. Ақыры жемтік шыққанға дейін ол кетпейді. Сол себепті көптеген кеміргіштердің аққыстен құтылуы мүмкін емес. Аққыс өте батыл. Өзінен бірнеше есе үлкен аңнан да қорықпайды, бірақ қажет кезде айласын да жақсы қолданады. Оның денесі жіңішке болғандықтан, жауы қуып келе жатса, бірден тасасына немесе тар інге кіріп кетеді. Мұндай жерге түлкі де, қасқыр да кіре алмайды. Қыста оның жүні әппақ түске айналатын аймақтар да болады. Бұл қардың арасында көрінбей қалуға көмектеседі. Ал жазда жүні қоңыр түске өзгеріп, топырақтың түсімен араласып кетеді. Табиғат оған осындай ерекше қорғаныс сыйлаған. Егер бұрышқа тіреліп қалса, аққыс артына шегінбейді. Қатты ысылдап, тістерін ақситып, өзінен әлдеқайда үлкен қарсыласына да шабуыл жасай алады. Ақкістердің жұптасу маусымы көбіне көктем мен жаз айларында басталады. Аталықтары бір аналық үшін өзара төбелеседі. Жеңгені ғана жұптасу мүмкіндігіне ие болады. Аналығы
шамамен 1 айдан кейін дүниеге 4-тен 8-ге дейін баласын әкеледі. Кейде 10 шақты бала да туы мүмкін. Жаңа туған балдардың өзі көзі көрмейді, құлағы естімейді, денесін түк болмайды. Толығымен анасына тәуелді болады. Бірнеше апта бойы аналығы балаларын жалғыз қалдырмайды. Ал олар өсе бастағанда аң аулауды үйретеді. Алдымен өлі тышқан алып келеді, кейін жараланған жемтік береді, соңында тірі тышқанды алдына тастап, өз бетімен аулауға мәжбүрлейді. Осылайша кішкентай ақкістер бірнеше айдың ішінде нағыз аңшыға айналады. Күз келгенде олар анасының інінен кетіп, өз өмірін бастайды. Көп адам ақкісті тек зиянкес деп ойлайды, бірақ шын мәнінде ол табиғаттың ең пайдалы аңдарының бірі. Өйткені бір ғана ақкіс 1 жылдың ішінде 100-деген, тіпті мыңнан аса тышқан мен егеуқұйрықты жоя алады. Ғалымдардың есептеуінше, бір отбасы ақкіс бір маусымда бірнеше гектар егістікті кеміргіштердің шабуылынан сақтап қалады. Тышқандар тек астықты жемейді, олар түрлі қауіпті ауруларды таратады, қоймадағы азық-түлікті бүлдіреді, ағаштардың тамырын кеміреді, егістікті құртады. Ал ақкіс осындай зиянкестердің санын табиғи жолмен азайтады. Сол себепті көптеген мемлекеттерде ақкісті қорғауға ерекше көңіл бөлген. Ол табиғаттың тепе-теңдігін сақтайтын өте маңызды аңдардың бірі. Дегенмен, ақкістің зияны жоқ деп айтуға да болмайды. Егер ол ауыл маңына келсе, жағдай өзгереді. Тауық қорасына кіріп кетсе, бірнеше минуттың ішінде барлық балапанды өлтіріп шығу мүмкін. Кейде жұмыртқаларды түгел жеп кетеді. Қоян өсіретін қораға кірсе де дәл солай. Сондықтан ауыл тұрғындары оны кейде ұнатпайды. Бірақ бұл оның жаман аң болғанынан емес, бұл оның табиғи аңшылық қасиеті. Ол аш қалмау үшін аң аулайды. Қыс келгенде көптеген жануарлар ұйқыға кетеді, ал ақкіс ешқашан қыста ұйқыға жатпайды. Керісінше, қыс оның ең белсенді мезгілі. Қардың астында тышқандар арнайы туннелдер жасап жүреді. Ақкіс сол туннелдерге кіріп кетеді. Сырттан қарағанда ештеңе көрінбейді, ал қардың астында өмір үшін күрес жүріп жатады. Ол күні-түні тоқтамай аңшылық жасайды. Қатты аяз оған қорқынышты емес, қалың жүні денесін жылы ұстайды. Ал індердің ішінде ауа сыртқа қарағанда жылырақ болады. Ал енді ең қызықты фактілерге келейік. Ақкіс туралы көп адам білмейтін таңғажайып деректер бар. Бірінші, ақкіс өзінен 10 есеге дейін ауыр жануарды жеңе алады. Бұл жануардың батылдығы соншалық, өзінен бірнеше есе үлкен қоянға еш қорықпай шабуыл жасайды. Екінші факт, ол өте жақсы жүзеді. Өзеннен еш қиындықсыз жүзіп өтеді. Кейде суда балыққа да шабуыл жасайды. Үшінші факт. Ақкіс ағашқа өте жақсы өрмелейді. Құстардың ұясына дейін шығып, жұмыртқаларын немесе балапандарын ұстап алады. Төртінші факт. Оның есту қабілеті ерекше дамыған. Қардың астында қозғалып жүрген тышқанның дыбысын бірнеше метр жерден естиді. Бесінші факт. Ақкіс күніне өз салмағының 1/3-іне дейін ет жейді. Себебі оның ағзасы өте көп энергия жұмсайды. Алтыншы факт. Ақкіс өте ақылды. Егер бүгін бір іннен тышқан ұстаса, ертең міндетті түрде сол жерге қайта келеді. Өйткені ол олжасы қай жерде көп болатынын жақсы есте сақтайды. Жетінші факт. Табиғаттағы ең жылдам реакция жасайтын ұсақ жыртқыштардың бірі осы ақкіс. Оның қозғалысын адам көзі кейде байқап үлгермейді. Сегізінші. Ақкіс артық қалған етті іннің әр жеріне тығып қояды. Бұл оның қысқа дайындайтын табиғи азық қоры. Міне, егер ақкістер жер бетінен жоғалып кетсе не болады?
тышқандардың саны бірнеше есе көбейер еді. Егістіктерге орасан зиян келеді. Көптеген аурулар кең таралуы мүмкін. Сондықтан аққыз табиғаттың көзге көрінбейтін күзетшісі. Ол адамдар байқамайтын үлкен жұмысты атқарады. Кішкентай денесіне қарамастан, тұтас экожүйенің тепе-теңдігін сақтауға үлес қосады. Сол үшін ғалымдар оны табиғаттың ең пайдалы әрі ең батыл жыртқыштарының бірі деп есептейді. Міне достар, бүгін біз сырт көзге сүйкімді көрінетін аққыздың шын мәнінде табиғаттағы ең қатыгез әрі ең батыл аңшылардың бірі екенін білдік. Кішкентай ғана денесінің ішінде ерекше жылдамдық, керемет ақыл және тоқтаусыз аңшылық инстинкті жасырынған. Егер сіз осы уақытқа дейін аққыз туралы мұндай қызықты деректерді білмеген болсаңыз, пікірге білмедім деп айта кетіңізші. Осындай табиғаттың таңғажайып құпиялары туралы бейнелерді жіберіп алмау үшін дәл қазір жануарлар шындығы арнасына тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымда бұдан да таңғажайып жануарлар мен табиғаттың адам сенгісіз құпияларын бірге ашатын боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.